Мен бизнес командама шақырам. Енді мен істейтін компанияда шарттары бар, я. Кіру үшін 100 мың теңге салу керек деген бір не бар, $200, я. Білесіздер. Адам ойланады. Сосын мен оған осындай сұрақ қоям. Дәп қазір осы жерде мен саған айтсам, Астананың орталығынан 3 бөлмелі пәтер, евро ремонт, түгел жиһазымен қойылған дайын пәтерді $1000 аласың ба десем, бірақ менде бір шарт бар, дәп қазір 1 сағаттың ішінде тауып кел десем, сен табасың ба? Әрине, кез келген адам, ақшасы жоқ деп жүрген адам 1 сағатта осы ақшаны тауып береді, я? Ал мен сіздерге айтсам, мен істеп жатқан компания Incruises, я? Сіздерге мынандай 1 емес 10 пәтер сыйлайды. Неге? Өйткені оның мүмкіндігі зор. Оның беретін бизнестағы ақшасы, табысы өте үлкен. Мынандай 10 пәтер, 100 пәтер алуға болады. Бірақ адам осы 100 мың теңге кіру жарнасын естіген кезде сөмкесін ала қашады, өзі ала қашады. Болды, ол лохотрон, ол не? Бірақ сіз үлкен табыстан қашып отырсыз. Үлкен бизнестің, мына болашақ компанияның болашағынан қашып отырсыз. Неге? Өйткені саяхаттау жыл сайын өзінің бағытын, өзінің өрісін үстіге қарай ғана домалатып отыр. Ол тек қана үстіге қарай жылжып отыр, өзінің табысы бойынша. Жарайды досым, іске сәт, сау саламат, маған коммент жаз, лайк бас, хабарлас, ақылдасайық, әңгімелесейік. Менің командама қысқаша айтқанда шақырам, қосылыңыз.